Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге Python бағдарламалау тіліндегі ең маңызды тақырыптардың бірі Pandas кітапханасын меңгеретін боламыз. Python тілінде деректерді өңдеу, тазалау және талдауға арналған ең танымал кітапхананы үйренеміз. Pandas деген не? Ең алдымен осыған тоқталып өтейік. Pandas бұл деректерді құрылымдауға және манипуляциялауға арналған жоғары деңгейлі Python құралы. Ол көбінесе Machine Learning, Data Science және қаржылық талдау салаларында қолданылады. Неге Pandas? Өйткені ол үлкен деректермен жылдам жұмыс істейді және бос мәндерді оңай өңдейді және кестелерді біріктіру және құю өте оңай. Қолдану салаларына тоқталатын болсақ, жоғарыда айтып өткеніміздей статистикалық талдауда, деректерді тазалауда және visualization, яғни графиктерге дайындауға қолданылады. Жалпы Pandas туралы қысқаша ақпаратпен танысып алдық. Ол бізде деректерді өңдеуде және деректермен жұмыс істеуде қолданылады. Яғни ол CV файлдармен, Excel файлдармен және деректер базасымен жұмыс істеуде кеңінен қолданылады екен. Ал енді Pandasты біз қалай орнатамыз және онымен қалай жұмыс істейміз, соған көшейік. Ең алдымен орнату, яғни терминалда мына команданы жазамыз, pip install pandas. Сол арқылы біз Python бағдарламалау жүйесіне Pandas кітапханасын орнатып аламыз. Ол үшін біз PyCharm ашамыз, одан кейін осы жерде терминалға pip install pandasты енгіземіз, ран береміз. Міне, біз Pandas кітапханасын орнатып алдық. Енді осы арқылы код жазуды бастаймыз. Ең алдымен біз Pandas кітапханасын шақырып алуымыз керек. Ол үшін Python кодының басына кітапхананы шақыру кодын тереміз, яғни import pandas as pd. Осыны көшіріп аламыз. Және өзіміздің кодымыздың басына осын қоятын боламыз. Енді алғашқы кодымызды жазып көрейік. Бізде ең бірінші не берген? Яғни тағы айтып өтетін бір ақпарат, Pandas кітапханасы бізде екіге бөлінеді. Ол series және data frame. Series бұл бір өлшемді тізім тәрізді массив, әр элементтің өз индексі болады. Ал data frame бұл екі өлшемді кесте, яғни Excel парағы сияқты бағандар мен жолдардан тұрады. Ең алдымен series, яғни бір өлшемді тізім тәрізді массив тексеріп көреміз. Бізде бұл жерде көріп тұрғанымыздай массив арқылы сандар берілген және әріптер арқылы оларға индекстер берілген. Қойып көреміз. Міне көріп тұрмыз, біз pd series data, біз базан data деректерді енгіздік және оларға индекс бердік. Индекс арқылы a, b, v деген. Енді оларды print арқылы шаламыз. Ол үшін print s. Ран батырмасын басамыз. Міне көріп тұрғанымыздай бізге оның типін шығарып берді және олардың индексі A, B, V, 10, 20, 30. Енді бізде келесі data frame. Бұл жерде біз екі өлшемді кесте көреміз. Бұл жерде есімдер берілген, есімде Марат, Әлия және олардың жинаған ұпайлары берілген 85, 92 деген сияқты. Және data frame кесте түрінде шығарып береді бізге. Көшіріп аламыз. Одан кейін мына жерге осыны қоямыз. Міне, енді ран батырмасын басамыз. Міне, есімдер. Бұл жерде индекс автоматты түрде өзі шығарады. Неге дейінді біз индекс берген жоқпыз. Бағана бірінші кодта біз индекс деп A, B, V берген болатынбыз. Ал бұл жерде біз индекс берген жоқпыз. Сондықтан өзі автоматты түрде 0, 1 индекстерін шығарады. Және есімдер қатарында Марат, Әлия ұпайда 85, 92 деген сияқты ұпайларды шығарады. Одан кейінгісіне тоқталайық. Және Pandas бізде жоғарыда айтып өткенімізде ең үлкен артықшылықтарының бірі ол бізде файлдармен жұмыс істеу. Яғни біз CV файлдармен және Excel файлдармен жұмыс істейтін боламыз. Қазір біз CV файлымен жұмыс істеп сіздерге көрсететін боламыз. Көшіріп алайық. Одан кейін кодымызға қоямыз. Ең алдымен біз CV файлмен жұмыс істемес бұрын біз файлды дайындап жүктеп алуымыз керек. Кез келген файлмен жұмыс істей алады бұл. CV файл болсын, Excel файл болсын. Біз бұл жерде CV файлын дайындап алдық алдын ала және бұны міндетті түрде осы файлдың ішіне салу керек. Яғни Python Project 2-нің ішінде болуы керек бұл CV файл. Біз оны осы жерден файл, новый файл ашып, осы жерден жасасақ болады. Немесе өзіміздің
компьютерімізбен жасап осы жерге алып келіп салсақ та болады. Біз қазір CV файлымен жұмыс істейтін боламыз. Көріп тұрғанымыздай, бұл жерде біздерге деректер берілген, ID, аты, мамандығы, тәжірибесі және жалақысы және қала берілген. Қазір осылармен жұмыс істейтін боламыз. Ең алдымен біз бұл файлымызды оқытып, осы файлдың ішіндегі мәліметтерді консольға шығарып көретін боламыз. Бұл жерде, мына жерде беретін атымыз бен файлдың аты бірдей болу керек, әйтпесе бізде оқымай қалады. Table CV енді принтпен шығарып көрейік. Бізге не шығарып береді? Міне көріп тұрғанымыздай, бізде бағана берілген деректерді консольға шығарып берді. Файлдың ішіндегі ID, аты, мамандығы, тәжірибесі, жалақысы және қала. Енді осы файлдармен жұмыс істеп көреміз, бірнеше функцияларды атқарамыз, олар бізде қандай нәтижелер береді екен. Біріншісі, негізгі функцияларына тоқталамыз. Қысқаша, біріншісі head, яғни алғашқы n жолды көрсетеді. Әдепкі бойынша бұл көбінесе мына жерге неше береміз, соны шығарады. Мысалы, біз 5 жолыны көрсетіп оқып көрейік. Алғашқы 5 жолыны шығарып беру керек бізге. Ол үшін мына жерге n-нің орнына бізде 5 деп жазамыз. Міне көріп тұрғанымызда бізге алғашқы 5 жолын шығарып берді. Біз n-нің орнына неше жазсақ, мысалы 3 жол керек болса, бізге 3 жолын шығарып береді. Осы арқылы біз файлдың алғашқы 5 жолын немесе 3 жолын тек алғашқыларын шығара аламыз. Одан кейін бізде не берілген? Одан кейін деректер типі мен бос емес ұяшықтар саны. Тексеріп көрейік, бізге не шығарып береді екен? def info, яғни бізде сол берілген кестенің мәліметтерін шығарып беру керек. Міне, бізге мәліметтерін толығымен шығарып берді. Берілген кестенің мәліметтері, типтерін, бос емес орындарын, барлығын. Міне ID, аты, мамандығы, тәжірибе, жалақы, қала деген сияқты барлық мәліметтерді шығарып беретін болады. Одан кейін осымен кішігірім бір не істеп көрейік, практикалық мысал істеп көрейік. Мысалы, бізде жалақы деген бағам бар ғой, сонда 500 мыңнан асатын қызметкерлерді алу, яғни сол тізімге кіретін қызметкерлердің тізімін шығарып беруге, яғни жалақысы 500 мыңнан жоғары. Бізде мына жерде salary берілген, ал біз salary деп жазылып тұр, яғни бұл жалақы дегенді біледі, ал бізде мына жерде жалақы деп жазылған екен, соны шығарып көреміз. $500 жоғары. Біз деректі өзгертіп көрейік. Мысалы 500 мың емес, 600 мың деп жазып көрейік. Бізге сонда 600 мыңнан жоғары жалақы алатын қызметкерлердің санын шығарып беру керек, яғни тізімін. Міне, көріп тұрғанымыздай жалақысы 600 мыңнан жоғары қызметкерлердің санын шығарып береді. Мысалы мына жерге 700 деп жазатын болсақ, бізге 700 мыңнан жоғары жалақы алатын қызметкерлеріне 850, 950, 780, 890. Көріп тұрғанымыздай Pandas кітапханасы бізде деректермен жұмыс істейді көбінесе. Бұл бағана жоғарыда айтып өткенімізде аналитика данных, яғни деректерді талдау, сонымен қатар machine learning да қолданылады. Өте кеңінен тараған кітапханалардың бірі. Бұл өте қызық әрі қиын тақырыптардың бірі болып саналады. Назарларыңызға рахмет. Келесіде кездескенше.